Анам көз алдымда дүние салды. Соңғы рет дем алғандағы дыбысын ешқашан ұмытпаймын. Өңешінен шыққан әлсіз күрсініс, көзінде үмітсіздік, мені құшақтап үлгермеген қолы. Әкем болса баяғыда жоғалған, бізді тастап кеткен. Есімде тек түрі көмескі суретте ғана қалған. Осылайша мен 17 жасымда тұл жетім болдым. Сол кезде мені құтқарған әпкем Самал. Менің үйіме кел, Қарлығаш, сен енді жалғыз емессің, деді ол. Самалдың үйіне көшіп келдім. Ол бәріне үлгеріп жүрген бала шағалы, күйеуімен тату бақуатты әйел. Ал күйеуі Марат жездем. Менің болашағымды күйреткен адам. Басында ол маған жай ғана қамқорлық танытты. Сабаққа барды, кітап сатып әперетін, кейде ұзақ сөйлесетінбіз. Бірақ уақыт өте келе мен оның жанарынан қауіп көре бастадым. Ол маған еркек ретінде қарай бастады. Ал мен жетім едім, жылылыққа зәру едім. Адал махаббатқа емес, жан жылуына шөлдеген қыз едім. Сол жылы жазда Самал ауылға анамыздың туыстарына барып келемін деп бірнеше күнге кеткен. Үйде мен және Марат қана қалдық. Сол түн менің өмірімді мәңгілікке өзгертті. Марат менің бөлмеме келді. Ұйықтамадың ба, деді. Жоқ. Ол жақындап келді. Жанымдағы орындыққа отырды. Қарлығаш, сен өзгеріпсің, есейіпсің, сұлулана түсіпсің. Сол сөзден кейін ғана өзімнің қыз емес екенімді сездім. Әйел болып кеткенімді. Мен 18 жыл бойы сақтаған асылымды әпкемнің күйеуіне беріп қойдым. Бұл махаббат емес еді, бұл жара. Самал әпкем ауылға кеткен күнде кешінде менің жүрегім мазасыз соқты. Үйде тым-тырыс, теледидар фонында жүріп тұр. Ас үйде біреу ыдыс жуып жатқандай. Марат. Жүрегім дүрсілдеп бөлмемде отырмын. Есігім жартылай ашық. Неге екенін білмеймін, жаппадым. Әлде жаппауды қаладым ба? Бір сәтте есік толық ашылды. Ұйықтамадың ба, деді ол. Жоқ, дедім. Даусым дірілдеп шықты. Ол ішке кірді. Марат, әпкемнің күйеуі. Мені бала кезінен білетін адам. Бірақ бүгін ол маған бөтен сияқты. Саған жалғыздық қиын ғой, деді. Мені де мазасыздық жібермей тұр. Үнсізбін, қолым көрпешенің шетінде. Ол жақындап келіп қолымды ұстады. Тоқташы, деді ақырын. Бірақ даусымда сенім жоқ еді. Ол менің саусақтарымды сүйді. Егер қаламасаң айт, тек бір рет болсын, мені де тыңдашы. Сол сәтте мен қарсы келмедім. Құшақтағанда денем қалтырап кетті. Ол менің иығымнан, мойнымнан сүйді. Мен қарсы болым керек еді, бірақ мен қаламадым тоқтауды. Ол мені төсекке жатқызды. Саусағы баяу, ерін ыстық. Менің түнгі көйлегім баяу жылжып ерге түсті. Сен әлі таза ма едің, деді ол. Көзімнен жас шықты. Таң атқанда көрпенің арасында оның қолында жаттым. Бұл жай ғана құпия болып қалу керек, деді ол. Бірақ менің тәнімде, жанымда үндемеді. Таңертең оянғанда жүрегім айнып тұрды. Басым айналды. Қолыммен ішімді ұстадым. Бір түрлі ауыр. Айнаға қарадым. Өңім қашқан. Ас үйге шықтым. Самал әпкем шай құйып отыр екен. Түнімен ұйықтамағансың ба, түрің бозарып кетіпті ғой, деп күлді. Бәлкім бір нәрседен уланған шығармын, деп жауап бердім. Марат та отыр, маған тік қараған жоқ. Қолындағы шайды баяу ұрттап отыр. Менің жүрегім аузыма тығылды. Бәрі біліп қойғандай. Сол күні дәріханадан тест сатып алдым. Жуынатын бөлмеге кіріп есікті кілттеп алдым. Қолым дірілдеп жылап отырдым. 1 минут, 2 минут тестке қарауға жүрегім дауаламады. Бірақ қарадым. Қызылмен жанған 2 жолақ. Тынысым тарылды. Мен жүкті екенімді білдім. Марат жездемнен. Телефонымды қолыма алып жездеме жаздым. Менің ішімде сенің балаң бар. Хабарламаны жібердім де телефонымды өшіріп тастадым. Сол сәттен бастап мен күнә мен баланың арасында қалдым.
Сол күні мен өзіме қатты ренжідім. Күнде өтірік өмір сүру, тұншығу. Самал менің бетіме күліп қарайды, ал мен сол күлкінің артында күйіп жатамын. Марат маған жақындамай кетті. Бәрін ұмытып жай ғана болды дегендей. Бірақ мен ұмыта алмадым, ұмытқым келмеді. Кешкі үйге Самал кіргенде мен дәретханада болдым. Келсем, ол қолында күнделігімен отыр. Беті ағарып кеткен. Қарлығаш, мынау не? Менің денемнен жаным шығып кеткендей болды. Бұл менің жай жазған нәрселерім ғой. Ол күнделік бетін оқи бастады. Мен оның қолына қайта түсіп қойдым. Мен бұған да кінәлі болдым. Ол мені сүйді. Әпкемнің төсегінде, оның ішінде тіршілігі бар. Самал демін ішіне тартты. Бұл кім? Мен үнсізбін, тек жылап тұрмын. Қарлығаш, Құдай үшін кімнен? Сол сәтте есіктен Марат кіріп келді. Бізге бір қарап, қолындағы сөмкесін жерге түсіріп алды. 3 секундтық үнсіздік. Бәрі түсінікті болды. Самал көзін жездеме аударды. Сен бе? Марат үндемеді. Қолын желкесіне қойып отыра кетті. Сен менің сіңілімді? Самал, үнсіз бол. Сол түні біздің үй тозаққа айналды. Самал орнынан тұрып шыңғырып жіберді. Жоғал бұл үйден, қазір. Мен тіл қатпадым. Қарлығаш, мен саған ана болдым, ана. Мен сенің бетіңе қарағанда өз баламды ұмытып кететін едім. Ол көз жасы сүртіп, қабырғаға сүйеніп қалды. Марат та үнсіз, бәріміз үнсізбін. Үйде тек үзіліп жылаған дауыстар. Ол саған қалай тиді? Сен қарсы болмадың ба? Неге маған бірден айтпадың? Қорықтың ба? Жауап бере алмадым. Самал ақырын күліп жіберді, бірақ ол күлкі емес еді. Сен одан ләззат алдың ба? Әпкенің төсегінде жатқан адамнан? Бұл сұрақ менің жүрегімді қылышпен шапқандай ауыр тиді. Жат болмадың ба деймін оған? Мен еденге отырып жылап жібердім. Самал, кешірші, мен білмей қалдым. Білмей қалдың ба? Әдейі істедің бе? Ол бөлмеге жүгіріп кіріп, бір чемодан алып шықты. Киімдерімді терезеден лақтырып жатыр. Шық бұл үйден, кет. Қайда барамын мен? Маған бәрібір. Сол сәтте кішкентай ұлы есіктен шығып, мама, не болып жатыр деді. Самал орнынан тоқтап қалды. Балаға қарап басын құшақтап жерге отыра кетті. Сенің әкең сатқын болып шықты, балам. Үйдің іші үнсіз қалды, ал мен ішімдегі баланы ұстап, бейтаныс көшеге, бейтаныс тағдырға қадам бастым. Қараша, ауада ызғар, жаңбыр иісі. Қолымда бір сөмке. Қарнымдағы бала екеуміз жат қалада бөтен көшеде тұрмыз. Бір кезде аялдамада отырып әлсіз күліп кеттім. Қарлығаш, сен енді бала ана боласың, бірақ атыңда мекеніңде жоқ. Ешкім хабарласпады. Телефон өшірулі, мені іздейтін ешкім де жоқ. Кешке дейін бір кафеде отырдым. Бір шайға тапқан соңғы ақшамды бердім. Одан соң вокзалға барып түнімен орындықта ұйықтадым. Күзетші келіп, мұнда жатуға болмайды деді. Жарайды. Сыртқа шыққанда бір әйел маған қарап тоқтады. Қызым, сен жүкті емессің бе? Басымды изедім. Ол мені алып кетті. Бір бөлмелі жатақханаға. Әйел, өзі де жалғызбасты, аты Ләйла. Көрдің бе? Тағдыр бәрімізді бұлай сынайды. Бірақ ішіңдегі сәбиге еш кінә жоқ деді. Сол түні мен ұзақ жыладым. Ләйланың төсегінде емес, жездемнің құшағында жатқым келді. Менің жүрегім әлі де соған байланған екен. Таңертең ұйқымнан оянғанда Ләйла терезеге қарап тұрды. Қызық, теледидардан сендердің оқиғаларыңды айтып жатыр деді. Мен селт еттім. Ерлі зайыпты Самал мен Мараттың отбасы жарылды. Себеп балдыз бен күйеу арасындағы тыйым салынған байланыс. Репортажда Самал жылап тұр. Ол менің бауырым еді. Марат сұхбат беріп отыр. Мен оны жақсы көріп қалдым. Теледидар екпінмен қайталады.
Қазір жүкті қыз із-түзсіз жоғалған. Отбасы да полицияда іздеп жатыр. Мен теледидарға ұзақ қарап тұрып, тым кеш. Мені енді ешкім таба алмайды дедім. Жүктілігімнің 8-ші айы келді. Қарным әлдеқашан ісініп, мені қарапайым өмірден жұлып алып кетті. Ләйлә мені әйелдер үйіне апарды. Бұл жерде әйелдер мен аналар жинақталып бір-біріне көмектесіп жатады. Ал мен болсам, жасым жетілуге, ал жүрегім қайта жылауға мәжбүр. Бір күні таңертең терезеден сыртқа қарап отырғанымда, мені бір автобус тоқтатты. Самалдың даусын естідім. Қарлығаш, мені тыңдашы, көзіме жас келді. Самал менің соңымнан іздеп жүр екен. Мен оны көргенде жүрегім бір сәтке тоқтап қалды. Қарлығаш, сенің іздегеніңді білсем де, мен сені күткен жоқпын. Бірақ сені таппай қалсам, сенің жүрегіңді іздейтін едім. Самал, мен бәрін түсінемін, бірақ мен сол сәтте оны сүйіп қалдым. Менің ішімде оның баласы бар. Самал көзі жанарыма қадалды. Ол маған бір сәт күдікпен қарап, жүрегі ауырды. Сен оның баласын көтеріп жүрсің. Оны жоюды сұрамаймын, бірақ мен сені түбінде кешірмеймін. Марат мені көріп қалды. Ол жерде тұрып қалды да қасыма тыныс алу қиын болды. Қарлығаш, мен сені сүйгеніме сеніп қалдым. Самал жылап жіберді. Марат, сен мені алып кеттің. Біз бір-бірімізге қаншама жыл болды, бірақ сен менің жанымды бәрін өртеп біттің. Мен жылап тұрдым. Бұл ешқашан жойылмайтын күнә болатын еді. Құрметті оқырман, өмірден алынған шынайы оқиғаларды тыңдағыңыз келсе, менің арнама тіркеліп, лайк, комментарий жазып қолдап кетіңіздер. Арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.